Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Жалпы сіздерге қазір Dandelion сайтына қалай адам тіркейміз, қалай тіркелеміз, регистрация қалай жасалады, соны қысқаша және қарапайым тілде сіздерге түсіндіріп кетейін. Жалпы біздің YouTube каналымызға тіркеліп, осы видеоға лайк басып қойыңыздар. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңызды қойып, астына комментарий жазсаңыздар болады. Төменде менің нөмірім болады, WhatsApp нөмірге шығып сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Ендеше сабағымызды бастайық. Регистрация жасаған кезде әр адамның өзінің кабинеті болады. Сол кабинетке кіріп, өзіміздің рефералды сілтемемізді алатын боламыз. Ол қалай? Қазір мен өзімнің жеке кабинетіме кіремін. Осы кабинеттің ішінен өзіміздің жеке рефералды сілтемемізді алатын боламыз. Мінекей, мен өзім кабинетіме кірдім. Жалпы кабинеттің түрі осындай. Жанында бізде 5 мәзіріміз бар. Меню дейміз, жалпы маркет, партнерский, сосын заказы, бонусы деп тұр. Осы жерде бізге партнером кнопкасы керек. Партнером батырмасын бассаңыздар, сіздерге өздеріңіздің аты жөндеріңіз, спонсорларыңыздың аты, одан кейін төменгі жағына қарасаңыздар, реферальный ссылка деп тұр. Осы реферальный ссылканың астында скопировать сөзі тұр. Сол скопировать сөзін басып қалсаңыздар, сіздің рефералды сілтемеңіз скопировать етіледі автоматты түрде. Енді сіз өзіңіздің партнеріңізді өзіңіз тіркейтін болсаңыз, сіз міндетті түрде өзіңіздің кабинетіңізден шығып кетуіңіз керек. Ол қалай? Мінекей, оң жақ бұрышында есіктің суреті тұр. Осы есіктің суретін басып қалсаңыздар, сіздер кабинетіңіздер шығып кетесіздер. Мінекей осылай. Одан кейін новый вкладка ашамыз, новый бет ашамыз, яғни браузерден, и осы новый браузерге реферальный сілтемемізді қоямыз, ставить етеміз, яғни. Одан кейін мінекей зарегистрироваться шықты, анкета шықты. Анкета өте оңай. Мысалға, мына жерге тіркелейін деп жатқан адамның аты жөнін жазасыздар. Иван, допустим, Иванович. Одан кейін астына су тіркеліп жатқан адамның почтасын қоясыздар. Яғни бұлай. Одан кейін астына өздеріңіз пароль придумать етіп қоясыздар. Ойластырып, қандай пароль қойыңыз келеді, соншалықты қоясыз. Қиын қылып қоясыз, оңай қылып қоясыз, өзіңіз білесіз. Яғни бұлай. Иван 2023 примерно. Одан кейін астында я принимаю дегенге галочка қоясыздар. Міндетті түрде бұны ұмытпаңыздар. Бұны ұмытып кетсеңіздер, регистрация жасалмайды. Одан кейін астында зарегистрироваться кнопкасын басасыздар. Болды. Регистрация осымен бітті, осымен өтті. Одан кейін әр адам өзінің жеке кабинетіне кіреді. Адам кабинетіне кіргеннен кейін налево, направо брат. Яғни бинар бұл жерде. Бинар болғандықтан сіздің екі аяғыңыз болады. Налево, направо. Оң жақ, сол жақ. Біреуі спонсорский нога, біреуі өзіңіздің аяғыңыз. Яғни ол қалай болады? Мінекей астында левый, правый деп тұрсыз ба? Сізде левыйыңыз, я болмаса правыйыңыз спонсорский, яғни адам түсетін жағыңыз болады. Жоғары жақтан спонсордан. А правыйыңыз сіздің өзіңіздің ішкі аяғыңыз. Ішкі аяғыңызға өзіңіз адам жазасыз. Яғни бұл жерде левый, правыйды бұруымыз керек. Сіздің бірінші лишнийіңіз спонсорский жағына түседі. Одан кейінгі адамдарыңызды өзіңіздің ішкі аяғыңызға жазсаңыз болады. Яғни мына жерде сізде левыйда, допустим, спонсорский нога, правыйда сізде өзіңіздің аяғыңыз. Мына жерде правыйға қойып қоясыз, болды. Регистрация жасай бересіз. Регистрация жасалған адамдар сіздің оң жақ аяғыңызға автоматты түрде түсе беретін болады. Мінекей осылай достар, біздің регистрациямыз жасалады. Барлықтарыңызға рахмет. Видеоға лайк басып қойыңыздар.